Алла риза болсын. Жазылмағандар жазылып қойыңыздар, ата көп адам көреді екен, жазылмайды екен, жазылып қойыңыздар. Біз де қуанып. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шашы неге ұзын болғанын білесіз бе? Білемін. Ол пайғамбарлыққа дейін шаш өсірген. Кейінірек сәл өсірді, қысқартты деп айтады. Мына құлақтың жұмсағына дейін түсті, бұдан сәл төмен түсті деп айтылады. Бірақ бұл біздің қазіргі заманда шашыңды өсір деген сүннетке жатпайды бұл. Нұреке дейді, досым бар еді, оны қалай арақтан ажыратамын дейді. Енді ол өзіне Құдай насап берсін. Әркімнің өзінің өмірінің өз иесі ғой. Сіз айтыңыз, дұға қылыңыз намазда, сұраңыз, ей Алла, сол досыма бір жеңілдік бер, осы нәрсесін қойсын деп дұға қыласыз болды. Оқушы бала дейді, жұмаға барса күнә емес, сабақ тастап, жұмаға бару күнә. Біліңіз, сабақтан қашу дұрыс емес. Мен айтқан сөзіме жауап берем. Ұнай ма саған, ұнамай ма? Кішкентай бала мешітке барып, бірінші класс екінші баласының баласы сабақ оқымай сабақтан қашып жүрсе, сол жақсы ма не? Дұрыс па не сол? Бала намазхан болса, жұманың орнына 5 намаз оқиды. Сөйтіп олай елдің ортасын бұзбаңыздар сіздер. Білмейтін болсаңыздар. Мен 100% айтқан сөзіме жауап берем. Балаға жұма намаз міндет емес. Бітті бірақ ауыз сөз. Олай елді ерткізіп, бала намазхан болса семьясымен, сабақтан қашып, мұғалімді алдап, дұрыс нәрсе емес. 5 намаз оқиды орнына. Болды да қалды. Елге ірткі салмаңыздар. Қазақты мұсылман және мұсылман емес деп екіге бөліп тастады. Осындай насихаттың қазақтың ненің арқасында радикализмге апарып жатқан жағдайлар біз жақсы білеміз. Ақыры салафияның Сириядан шықтыңыздар. Елдің басын қатырмаңыздар. Бала намазхан, альхамдулилля, жақсы, бірақ сабақта болсын, сабақтан кейін, үйіне барғаннан кейін, яғни бос уақытында жаңа несін оқып алады. 5 намаз оқиды орнына болды. Жұма парыз емес оған. Жұма парыз емес. Мен кітаппен де көрсетіп бара аламын. Егер арабша түсінсең, кітаппен ссылкасын қойып берем. Міндетті емес, басы бос болу керек. Басын қатырмаңыздар. Жастардың біз иманды болуын қалаймыз, ғылым, білім қуған азамат болуын қалаймыз. Бірақ жұма намаз, оқушы бала сабақтан қашып баруы, бұл міндет емес. Ұнаса да сізге солай, ұнамаса да солай. Не сабағы да жоқ, не имам емес, не молда емес, жарты жолда дүбәр ағып жынды қып қойдық. Тұрып алып, ата-анасымен жағаласқан, елді қазақты кәпір және мұсылманға бөлген, ортамызға ірткі салған, қоғамда дүрбелең түргізген, кешегі қаңтар оқиғасына қатысы прямой болған, тупойларды көбейтудің қажеті шамалы. Мен тілімді шығармаңыздар, ашуымды келтірмеңіздер. Мен қазақтың нағыз шынайы патриот болып, отан сүйіп, иманды болуының бірден бір мүдделі адамның біреуімін. Ондай елді бөлмеңіздер. Мен қазақты өстіп бөлгенде жындан менің қатты намысыма тиеді. Қазаққа тиіспеңіздер. Онсыз да екіге бөліп бітірдік халықтың дүбәрасын шығарып. То анаған қарсы, то Әбіләзовтың қолдайды, то президентті қолдайды, то Назарбаевты қолдайды, итін шығардыңыздар халықтың. Тыныштық беріңіздер. То тәңірші болғандардың біреу себебінің, біреу осындай уағыздың кесірінен. Бұлай жасамаңыздар. Тек қана намаз оқығандар ғана менің қазағым деген не сөз ол? Барлығым менің бауырым. Намаз оқыса да, оқымаса да. Оқымағанда семе мен кінәлімін. Дұрыс айтпағанның кінәсіміз біз. Тек қана белгілі бір адамдардың мүддесін сөзін сөйлегеннің кінәсінен сол. Құдай берсін. Басқа жағын реттеп алыңыздар. Сол баланы үйде тәрбиені дұрыстап беріп алыңыздар. Оқысын қазақтың баласы, талпынсын, оны чұқып, жән жейтін дүние емес. Дін жоғары ма, салт дәстүр екеуі бір дүние. Қазақтың салт дәстүрі діннің маңайындағы алтын қағида қазына біздің.
Болды. Бұлай бөлмеңіздер. Бірінші қазақ па, бірінші мұсылман ба? Бірінші салт па, бірінші дін ба? Бұл не сөз бұл? Не сөз бұл? Бір-біріне айдап сана Құдай аспанда ма деген сияқты сәләфилердің теріс ағымдаған сөз сияқты бұл. Бұл дұрыс нәрсе емес. Бұл сөзді бұлай постановка берудің өзі дұрыс емес. Қазаққа дін де, салт та маңызды. Қазаққа рух та маңызды, патриоттық та маңызды. Бәрі бірінші тұрған дүние. Бұны мынау бірінші, потом мынау екінші, мынау үшінші деген сөз дұрыс емес. Бұл жерде бұндай сөзді қоймаңыздар. Тас жүректі қалай жібітуге болады? Тас жүректі мейірім жібітеді. Тас жүректі мейірім жібітеді. Тас жүректі тастық одан бетер қатырады. Құлақтан кірген суық сөз жүрекке барып мұз болады дейді. Ол мұздың қатқан тасқа жүк болар дейді. Сондықтан жаным, сонық нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына тас болып келгенде инна хаза дина матинун, дінім ислам діні қуатты дін, фәәу, бірақ та ғилу фихи бирифқин, жұмсақтықпен іс қылынады. Осы нәрсемен тұрып ап қақайғанға қақай, кекегенге кеке, дұрыс емес ол. Ол ақымақ болса ақымақ болма. Мейірімдік жеңеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мейірімдікпен жеңді. Өзінің келуі де сол болды. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Бүкіл әлемге рахым болып келді. Рахым болып келді. Ал бізде дінге келген сайын қатыгез болып, анау харам, мынау дұрыс емес. Қойыңыздар оны дүние. Тиісіп, халықтың жындылығы біттік уже. Бір жақсылыққа, өмір сүрудің қағидасын дұрыс жеткізіп үйретейік қазақта. Бүйткенде бүйт, сөйткенде сөйтіп жібер, өйткенде өйтіп жібер деген дұрыс нәрсе емес. Өткенде де бір ата-ананы тыңдау қылмау керек. Жоқ, тыңдау керек. Тыңдауымыз біз. Дін үшін қарсы келсе де, біздің ата-анамыз ол, басқа вариант жоқ бізде. Соның дін туралы теріс айтуының да себебі сіз бен біз өзімізден кінәні іздеуіміз керек. Ата-анаң бүйтсігенде бүйтіп жібер оны. Жоқ, тыңдаймыз. Біздің ата-анамыз ол, бітті. Басқа ата-ана жоқ саған. Көшеде қаңғып жүрген, саған ақыл айтып жүрген, типа ұстаз, ешкім ата-ана болмайды саған. Тек қана ата-анаң. Ата-анадан артық намаз оқыма десе де, ол сенің ата-анаң болады. Ата-ана мойнынан түсіп қалмайды одан. Сондықтан құрметтеуге міндеттіміз. Біздің отанымыздан басқа ел жоқ, жерімізден басқа жер жоқ. Сондықтан осы нәрсеге бекем тұрыңыздар. Біздің ұлттығымыз ол дінмен тікелей байланысқан. Дініміз тікелей руханиятты қолдаған. Бұл бір-бірінен, мынау бірінші ма, мынау екінші ма, бірінші қазақ па, бірінші мұсылман. Былжырақ сөзді қойыңыздар. Біз мұсылманбыз, альхамдулилля, Құдайға шүкір. Алды еліміз бар, жеріміз бар, байрағымыз бар, көп тудың ішінде көк туымыз бар. Сондықтан осылай болсын. Осы нәрсеге бекем тұрыңыздар болды. Бүгін ашылусыз ғой дейді, жағашыда емес. Ата-анамыз ол біздің ата-анамыз. Құдай қосқан жарларыңыз сол жарларыңыз. Құдай қосқан күйеулеріңіз сол күйеулеріңіз. Омен біреудің күйеуін жақсы көріп, біреудің қатын көріп, біреуден қалған қаңылсықты өздеріңізге таңылсық қылмаңыздар. Болды, өтті ол дәуір. Енді өзгеруіміз керек. Ол балаға Алланың 99 есімін бірін қойса бола ма? Болады, бірақ алдына Абды деген сөз қойылғаны дұрысырақ болады. Абдурахман, Абдумалик, Абдусаттар. Бірақ біздің елімізде ол кішкене қазір мәселесі көп болып жатқандықтан, ең дұрысы өзіңіз түсінетін, егер Алланың 99 атын қойсаңыз да, Абды деген сөзбен, құл деген сөзбен, мысалы Абды Кәрім. Абды құл деген сөз Кәрім, жомарт болған Алланың құлы. Бопты, дұрыс. Бірақ қойғаннан кейін соған лайықты қылып тәрбиелеңіздер, жандарым. Атты қойып алып, наворочный, Абд, Ибн, неше түрлі артикль менен, суффикспен қойғаннан кейін балаңда сондай қасиет болмаса, сол Алланың 99 атындағы ұлағат балаңа сіңіре алмасаң, атынан вообще пайда жоқ. Аты басына проблема болады бұның. Сондықтан баланы тәрбиесіне мән береміз. Аты күшті болғаннан пайда жоқ, заты күшті болсын. Мұхаммед деп қойдың балаңа, Мұхаммедтен бір қасиет шықпаса, не пайда? Біздің Қазақстандағы анау Нұрсұлтан ұстаз, Арман ұстаз, Сансызбай ұстаз, Қабылбек ұстаз, бәрі чисто қазақпай. Ешқайсының аты Ибн Әл емес. Міне қолдан келген жасап жатыр ма? Міне қанша қарындастарымыз бар. Аттары ешқайсынікі арабиский аттар емес. Өзінің қазақи аттара қойған. Сол үшін елге, ұлтқа, халыққа қызмет қылу үшін, тіпті дінге қызмет қылу үшін атыңның мынандай болуы шарт емес. Атты өзгерту де шарт емес. Жоғарғы жақтағы билікке дінді неге үйретпейсіздер дейді. Үйретіп ма мені? Осы жерде отыр бәрі. Бүгінгі уағызымды билікке арнаймын. Бүгінгі уағызымды Ташкентергендерге арнаймын. Деп айтыла ма не уағыз? Айтып жатырмыз. Сен естімесең айтып отқан жоқ. Кездескен сайын айтып жатырмыз. Халықты сыйлаңыздар, халыққа қызмет етіңіздер, адал болыңыздар, дүние жемеңіздер айтылып жатыр. Сен естімесең айтылып жатыр деген сөз емес, қорқып жатыр деген сөз емес, айтып жатырмыз, Құдайға шүкір. Соны айтқаным үшін
мен жұмыстан алып тастаған. Қазір жақсы көріп жүргендер шамалы. Айтамыз соны. Жатыр сол. Ол балаға есім айтыңызшы, күйеуіңнен сұра. Күйеуіңнен сұра. Менің қатысым жоқ сен балаңа. Сен күйеуіңнен сұра. Күйеуің қойсын. Күйеуің қойса соң поддержка жаса. Соның құлағына азан сен айт де. Тұсауын соған. Оған мотивация пайда болады. Мен баланың әкесімін деген амана түйсік пайда болады. Оны біреуден сұрайсың, ата-анаңнан сұрайсың, молдадан вообще қатысы жоқ сізге. Күйеуіңнен сұра жан. Күйеуің қойсын. Сонда түсінеді ол, былай екен ғой деп. Бесін намаздың уақыты жақындап жатыр екен. Алла разы болсын. Күндеріңізге Алла береке берсін. Артық кемімізді Алла кешірсін. Тура сөз туғаныңа жақпайды дейді, дұрыс айтасыз. Алла разы болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын.